Қайырлы күн, мен Нұрғали Мирманов атындағы жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Жақсылық Айшанұр. Бүгін мен сіздерді медицинада кездесетін сирек қызықты мамандық сомнолог мамандығымен таныстырғым келіп отыр. Жалпы сомнолог ұйқыны зерттейтін және ұйқы бұзылыстарын емдейтін дәрігер. Қазіргі заманда адамдардың көбісі күйзелістің әсерінен ұйқы мәселелеріне де бас соғуда. Сондықтан да бұл мамандықтың маңызы жылдан жылға артып келеді. Жалпы неге мен сомнолог мамандығын таңдадым? Себебі ұйқы жалпы денсаулығымыздың негізі. Ұйқы болмаса біздің оқу үлгеріміміз, жұмыстағы қабілеттілігіміз, көңіл күйіміз, күн тәртібіміз де болмас еді. Жалпы осы ұйқысыздықтың әсерін қазіргі таңда қоғам елемейді. Ал бұның ұйқысыздықтың әсері, яғни салдары көптеген ауруларға, үлкен ауруларға алып келіп соғады. Ал мен өмір сапасын жақсарту негізінде болашақта осы мамандықты таңдап, үлкен мамандық иесі болғым келеді. Жалпы сомнология ғылымының дамуына келетін болсақ, сомнология ғылымы 20-шы ғасырдың басында дами бастады. Жалпы ғалымдар осы зерттеудің арқасында ми белсендігін, ұйқы фазаларын, түс көру процестерін анықтады. Электроэнцефалография арқылы ұйқының кезеңдері де ашылды. Жалпы сомнолог немен айналысады? Сомнолог жалпы ұйқы бұзылыстарын зерттейді және де онымен қатар ұйқы бұзылыстарының арқасында болған ауруларды емдейді. Мысалы, ұйқы бұзылыстарының ауруларына бізде ұйқысыздық, ұйқы апноясы, түнгі қорқыныштар және де нарколепсия жатады. Жалпы бұл ауруларды сомнолог дәрігер өзі емдейді. Бұларға жеке диагностика жасап, жеке ем жоспарын жасайды, анықтайды, зерттейді және де емдейді. Жалпы танымал сомнолог ғалымдар мен зерттеулерге келетін болсақ, жалпы танымал ғалымдар ол бізде оның бірі Натаниэл Клейтман, ұйқы зерттеулерінің негізін қалаушы. Ол бізде REM фазасын ашуға үлкен үлесін қосқан. Қазіргі таңда да бізде сомнология ғылымдарымен айналысып жатқан ғалымдар өте көп. Жалпы сомнологқа қажетті қасиеттер қандай? Жалпы сомнологқа қажетті қасиеттер бізде ғылыми білім, жауапкершілік, шыдамдылық және де мұқияттылық, және де науқаспен қарым-қатынасты жақсы жасау және де аналитикалық ойлау. Мамандықтың артықшылықтары мен кемшіліктеріне оралайық. Артықшылықтары жалпы қоғам үшін маңызды, адам өмірінің сапасын арттырады, ал жоғары сұраныс және де артықшылықтарының бірі жоғары сұраныс. Ұйқы проблемаларының мәселесі өкінішке орай қазіргі таңда өсуде. Нақты көмек, науқастарға тікелей және тиімді көмек көрсету мүмкіндігі. Және де бізде 4-ші артықшылық ғылыми үлес. Яғни бұл ғылым жаңадан дамып келе жатқан соң, жаңадан үлес қосылып жатқан соң, біз ғылыми үлесімізді жоғарылата аламыз. Жалпы кемшіліктеріне келетін болсақ, бізде кемшіліктердің ең алғашқысы оқу ұзақтылығы. Яғни 6 жылдан 9 жылға дейінгі оқу ұзақтылығы бар. Екінші кемшілігі ол бізде жоғары жауапкершілікті талап етеді. Бұл мамандық денсаулыққа қатысты үлкен жауапкершілікті өзіне арқалайды. Үшінші кемшілік түнгі жұмыстар. Яғни бізде көбінесе ұйқыны зерттейтін болғандықтан, ол зерттеулер барысында бір күн бойы адам ұйықтап, оған диагностика жасалған уақытта ол түнде де жұмыстар жасалынады. Жалпы білім мен мансап жолына келетін болсақ, ең алдымен сомнолог жалпы медицинада оқиды, яғни медициналық жалпы білім беретін оқу орнында жалпы медицина факультетінде оқиды. Екінші, резидентурада неврология және психотерапия бойынша мамандандыруды оқиды. Бұл 2-3 жылда алады. Сомнология, қосымша сомнология бойынша мамандандыру курстары бар. Бұл 1 жылдан 2 жылға дейінгі аралықты құрайды. Жұмыс орны біз сомнолог маманын оқып болғаннан кейін ауруханаларда, клиникаларда және зерттеу орталықтарында жұмысқа тұра аламыз. Қорытынды, болашағы зор мамандық сомнолог деп білемін, өйткені қоғамға аса қажет, болашағы зор, қалыпты мамандық. Мен болашақта осы саланы таңдап, адамдардың денсаулығын жақсартуға өз үлесімді қосқым келеді. Назарларыңызға көп-көп рахмет.